Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайындалатын тіске басар дайындаймыз. Түскі уақытқа немесе бір дәмді нәрсе жегіңіз келгенде осы тіске басарды жасап жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Бізге керегі 1 бума пияз, 3 ас қасық қаймақ, 4 тасылған жұмыртқа, 200 грамм сыр және лаваш керек болады. Ең алдымен сырымызды осындай терканың ең үлкенінен өткізіп аламыз. Енді жұмыртқамызды да терканың ең үлкенінен өткізіп алуымыз керек. Енді пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пияздың орнына басқа да көкшептерді қоссаңыздар болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 3 ас қасық қаймақ және татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек осы лавашымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Егерде сіздерде 4 бұрышты лаваш болса, онда 4 бұрышты бөліктерге бөліп алыңыздар. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды осы лавашымыздың барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз. Одан кейін осындай трубочка алып орап аламыз. Енді табамызға сұйық май құйып, сұйық майымыз қызығаннан кейін жаңағы тіс басарларымызды орташа отта 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Міне біздің тіс басарымыз да дайын болды. Өте дәмді, тойымды және тез дайындалады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады. Және де осы менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген рецепттермен бөліскемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар да болады. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.